Адам өзін қарым-қатынаста жоғалтып ала ма? Адам өзін қарым-қатынаста оп-оңай жоғалтып ала алады. Менің есімім Ақкенже Жұмабекқызы, психолог, практик. Менің каналыма қош келдің. Бұл видеода мен қарым-қатынастағы проекция туралы айтатын боламын. Проекция дегеніміз не, қалай орын алады және қалай проекциядан шығамыз. Жалпы адам, яғни екі адам, ер мен әйел, қыз бен жігіт деп айтсақ болады, әуелі кездескен кезде бірін-бірінің бойынан жақсы қырлар көреді, жақсы жағынан көреді. Яғни алғашқы кездескен кезде ол өзінің қандай да бір ішкі сезімін, ішкі қырларын, ішкі мінез құлқын жанындағы адамға проекция жасайды. Яғни осы адам маған махаббат беретін сияқты, осы адам маған қамқорлық көрсететін сияқты, осы адам маған қорған болатын сияқты, осы адам маған сыйластық беретін сияқты деген, яғни ішкі өзінің сезімін, қалауын жанындағы адамға проекция жасайды. Оны идеализировать етеді. Яғни бұл мен ойлаған адам, мен армандаған адам осы, мен қалаған адам осы, дәл осындай адамды мен күткенмін деген сияқты, яғни ішкі сезімін, қырларын, мінез құлқын сол адамға проекция етеді. Кейін қарым-қатынас орнағаннан кейін екінші жағын көре бастайды. Яғни бұл адам, яғни мен ойлаған едім, бұл мен жақсы көреді деп. Оказывается, бұл мен жақсы көрмейді екен ғой. Болмаса мен ойласам, бұл маған қорған болады деп. Оказывается, бұл өзіне де қорған бола алмайды екен ғой. Не то, что маған қорған болу, да? То есть бұл жерде не орнайды? Көңіл қалу, құнсыздандыру, яғни адамды басқа қырынан қарап бастайсың. И бұл да проекция. Яғни сенің өзіңнің ішіңдегі өзіне айтуға, дауыстап айту, енді тіпті не то, что дауыстап айту, сен өз ішіңде өзіңе өзің мойындауға қорқатын қырларыңды не істей бастайсың? Проекция жасай бастайсың сол адамға. Оказывается, ол салқын адам екен, оказывается, ол сараң адам екен, оказывается, ол мынандай адам екен, мен оны мынандай деп жүрсем, ол оказывается мынандай екен ғой деген сияқты, яғни көңіл қалушылық болады. Бұл да проекция. И осы жерде не орнайды? Адам не істей бастайды? Қасындағы адамға басқаша көзбен қарағаннан бұрын әуел баста көргенін ол адамнан алғысы келеді. То есть әуел баста ол одан не көрді? Ол одан махаббат көрді, ол маған қамқорлық беретін сияқты, ол маған қорған болатын сияқты дегенде осыны көрді ғой енді. И соны сол адамнан алғысы келіп тұрады. И оны алу үшін адам не істей бастайды? Ол адамға ыңғайлы бола бастайды. Ыңғайлы болу мен жайлы болуды екеуін шатастырмаған дұрыс. Өйткені жайлы болу деген сөз, бұл адамдардың екеуінің қалауы үйлескен кезде адамдар бірін-біріне жайлы бола бастайды. Ал ыңғайлы болу деген сөз, сен сол адамнан жағы көрген сезімдеріңді, қырларыңды алу үшін оның көңіліне жағуға тырысуың. Мен өзімді кішірейтіп, даусымды бәсеңдетіп, қалауларымды екінші орынға қойып, осының қалағанын дегенін жасап орындасам, бәлкім мен алғашқы көрген кездегі жаңағы махаббатты, құрметті, қызығушылықты, қорғауды алып қалармын деген осындай бір оймен бір адамның қарым-қатынаста екінші адамға ыңғайлы болуы. Яғни проекция дегеніміз бұл өзімізге қатысты, бұл басқа адамға қатысты емес. Бұл біздің өзіміздің ішкі қабылданылмай қалған, мойындалмай қалған, айтуға да қорқатын, мойындауға да қорқатын қырларымыз. Кейде даже не то, что қорқамыз, мысалға біз жақсы қасиеттерімізді көрдік қой енді, проекция жасадық қой әуел баста ол адамды көрген кезде, махаббат, құрмет, сыйластық деген сияқты,
Бұлар ше, бұл проекция бұл мойындалмай қалған емес, бұл іштей өзіңді соған лайық көре алмау. Шын мәнінде. Шын мәнінде сен сол адамның жанында именно сол сезімдерді, сол қырларды өзіңнің бойында өзіне беру, ояту, то есть обрести рядом с этим человеком. Как раз-таки этот человек тебя научит, как надо себя любить, как надо себя уважать, как надо себя ценить на самом деле. Вот, поэтому проекция дегеніміз бұл бізге ғана қатысты, ол екінші адамға қатысты емес. Яғни адамдардың арасында проекция болған кезде, бірін-біріне ыңғайлы болған кезде, ыңғайлы болуға тырысқан кезде, оларды іштей байлап тұрады қорқыныш. Негізі әуел баста қарым-қатынас, алғашқы қарым-қатынас әсіресе адамдардың арасында көп жағдайда қорқыныштарының ұқсастығымен, больдарының ұқсастығымен, жүріп өткен жолдарының, яғни балалық шақтарының ұқсастығымен, комплекстардың ұқсастарымен орын алады. Яғни ничто так людей друг к другу не тянет, как схожесть травмы, схожесть боли, схожесть страхов, схожесть комплексов на самом деле. Психика ұқсағандықтан да тартылды, ұқсағандықтан да көрді, өзін таныды, и вот это вот и есть сильное влечение, сильное притяжение, сильное желание быть рядом с этим человеком. Почему? Потому что біздің қорқынышымыз, біздің комплексіміз, біздің жүріп өткен жолымыз, яғни балалық шағымыз, біздің больдарымыз, травмаларымыз ұқсас, сондықтан да біз бір-бірімізге тартылдық. И проекция болған кезде қарым-қатынаста бізде сол қорқыныш байлап тұрады бізді бірін-бірімізге, қорқыныш ұстап тұрады бірін-бірімізді. И ең үлкен қорқыныш бұл жоғалтып аламын ба деген қорқыныш. И сол проекция болған кезде біз именно осы адамды жоғалтып алам ба деген қорқыныш орнайды. Өйткені сен бүкіл қорқынышын сол адаммен, бүкіл жаңағы ішкі комплекстарыңды сол адаммен толықтырып тұрсың. И ол адам кетіп қалса, ішің бір босап қалатын сияқты. Неге сен ішің босап қалады? Неге адам ішіндегі өзінің бос орнымен бетпе-бет келуге қорқады? Ол кезде сен мойындауың керек боласың. Шын мәнінде мен өзімді жақсы көрмейді екем, шын мәнінде мен өзімді құрметтемейді екем, мен өзімді сыйламайды екем, менің ішімде осындай өкпереніш бар екен, қорқыныш бар екен, комплекс бар екен деген сұрақпен бетпе-бет келмеу үшін, лучше мен сол адаммен ішімді не істеп отырайын, толтырып отырайын. Сол кезде мен не істемеймін, былайынша айтқанда өз-өзіме жұмыс жасамаймын. Өйткені адамның психикасы жалқау, ол өзіне жауапкершілік алғысы келмейді, ол қасындағы адамға ысырып отырғысы келеді. Мен емес сенсің, мен емес сенсің деген сияқты да. И ол жақсы, сен ол адамға ысырып отырасың, саған жұмыс жасаудың қажеті жоқ, екеуің сөйтіп ұрсып жүресіңдер. Мен сені мынандай деп ойласам, сен болсаң мындай екенсің деген сияқты. И шын мәнінде бұл жерде сен өзіңнің проекцияңмен ұрсып жүрсің. Өзіңнің проекцияңды көріп тұрсың ол адамнан. И осы жерде не орнайды? Адамдар шын мәнінде адамды жоғалтып алудан қорқпайды. Шын мәнінде. Ол сол сезімдерді жоғалтып алудан қорқады. Жаңағы ол адам кетіп қалса, мен өзімнің қорқыныштарыммен бетпе-бет қаламын. Ол кезде жұмыс жасау керек болады. Бұл оңай емес. И ол көп адамның қолынан келе бермейді. И бұл жерде де туындауы мүмкін сұрақ. Сонда қалай ол адамды жоғалтудан қорқпайды деген сияқты да. Бұл немқұрайлылық емес. Яғни адамды жоғалтқан кезде мен бұл адамсыз өмір сүре алмаймын, құдайым-ау деген азғыру мен жазғыру емес. Яғни ол адам бар, біз бір-бірімізге жайлымыз, біз бір-бірімізге
бірін-біріміздің жыртығымызды жамап жүрген жоқпыз. Біз екі бөлек біртұтас адамбыз, иә? Ал проекция болған кезде, қорқыныш арада байлап тұрған кезде, біз керісінше бір-бірімізді толықтырып та тұрған жоқпыз. Біз керісінше бір-бірімізді не істеп тұрмыз? Біріміз қорқынышымызды, бос орнымызды толтырып, былайша айтқанда енді көбіміз жақсы көреміз негізі осы сөзді, екі жарты бір бүтін да, шын мәнінде екі жарты бір бүтін деген былайынан сливаться етіп кету өте опасно адамдар үшін да. Біз өз-өзімізді қабылдап тұрған жоқпыз деген сөз қарым-қатынаста. Мен өзімді қабылдап тұрған жоқпын, ол өзін қабылдап тұрған жоқ. И толыққанды адам болып өмір сүріп жатқан жоқпыз. Арада не сыйластық жоқ, не құрмет жоқ. Тек бір-бірімізге қорқынышымызды ысырып қойып, сол арқылы өзімізді толыққанды сезіну бар. Енді проекциядан қалай шығамыз? Проекциядан шығу бұл мойындау, қабылдау, босату арқылы келеді. Яғни сен оның бойында көрген, ол адамға іліп тұрған, салып тұрған қырлардың барлығы, ол менікі, мойындаймын, қабылдаймын, босатамын. Яғни мен ойлап жүрдім, ол адам салқын деп. Мен ойлап жүрдім, ол мені жақсы көрмейді деп. Мен ойлап жүрдім, ол мені жан дүниесіне кіргізбей жатыр, да, болады ғой, маған ашылмай жатыр бұл деген сияқты, маған жылылық бермейді деген сияқты, мен жақсы көрмейді деген сияқты осындай ойлар болады, мен қабылдаймын, мен мойындаймын, мен жабық адаммын. Мен қабылдаймын, мойындаймын, мен сараң адаммын, эмоцияға сараңмын. Мен бұл адамды ішкі жан дүниеме кіргізбей тұрмын, мен бұл адамды қабылдамай тұрмын деген сияқты. Яғни мен өзімді мойындаймын, өзімді жаңағы қырларымды қабылдаймын және босатамын. Сол кезде проекция жойылады, сол кезде біз проекциядан шығамыз. Енді проекциядан шыққан кезде не болады? Көп жағдайда проекциядан шыққан кезде адамдарда әртүрлі жағдай орын алуы мүмкін. Көп жағдайда мынандай сұрақтар туындайды. Мен қалай бұл адаммен ары қарай енді өмір сүремін? Себебі проекция қабылданғаннан кейін, яғни немесе проекциядан шыққаннан кейін біз адамның шынайы болмысын көреміз. Яғни көп адамдарда дәл сол уақытта шынайы махаббатқа қол жеткізу орнауы мүмкін. Яғни мен бүгінге дейін бекерден бекер бұл адаммен ұрысып келген екенмін, оказывается бұл өзімдікі екен ғой барлығы деп адамның шынайы болмысын, жаратылысын көрген кезде оған деген сыйластық орнауы мүмкін, құрмет орнауы мүмкін. Негізгі махаббаттың көрінісі осы. Махаббат деген бір алып ұшқан сезім емес, каждый 24/7 тұратын. Сенің ішіңде махаббаттың бар екенін сен сол құрмет арқылы, сыйластық арқылы, қабылдау арқылы, есту арқылы, елеу арқылы көрсете аласың, Бұл жоқ кезде, демек сен оны махаббаттың да жоқ екені жоқ деп түсінеміз өзіміз. И проекция жойылған кезде кейбір адамдардың арасында шынайы махаббат орнауы мүмкін, шынайы сыйластық, шынайы құрмет, шынайы қабылдау. Бұл адам, оказывается, мен ойлағандай емес екен, мүлдем басқа адам екен. Сен оны жаңа қырынан көруі мүмкінсің. Ең қызығы, проекция жойылған кезде ол қырларын сен абсолютно спокойно қабылдайсың. Оказывается, ол осындай адам екен ғой деген сияқты. Ал кейде болуы мүмкін, не то что көңілі қалу, просто біз әртүрлі екенімізді көруіміз мүмкін. Біздің руханиятымыз әртүрлі екенін байқауымыз мүмкін. Яғни шын мәнінде адамдардың духовность деп айтады ғой, адамдардың духовность, руханияты әртүрлі болып жатады. Айттым ғой, әуел баста біз қарым-қатынас құрған кезде түсінбейміз, біз қорқынышымыздың ұқсастығымен, комплекстардың ұқсастығымен, травмаларымыздың ұқсастығымен бір-бірімізге тартылғанымызды түсінбейміз. Өз-өзімізбен жұмыс жасап,
проекциядан шыққан кезде біз адамның шынайы болмысын көреміз, а шынайы болмысы біздікімен үйлеспейді екен. Мүлдем басқа екен, оның руханияты басқа екен, оның өмірге деген көзқарасы басқа екен, оның құндылықтары басқа екен. Мен үшін құндылық болған нәрсе ол үшін құндылық емес екен. И сен осыны шынайы көресің. И шынайы көру бұл сенің ішінде ешқандай бір ашу, реніш, сен неге мен сияқты ойламайсың, сенің руханиятың неге менікіндей емес, неге сен үшін маған құнды болған нәрсе саған құнды емес деген сияқты болмайды. Сен ол адамды дәл сол күйінде көресің, и ол сенің ішіңде ешқандай да ашу да, ыза да, реніш те, өкпе де тудырмайды. Ол осындай адам екен ғой деген сияқты спокойно қабылдайсың. И ары қарай қалай енді өмір сүреміз деген сұрақ осы жерде туындауы мүмкін. Яғни проекциядан шыққан кезде әр адамдарда қарым-қатынас әртүрлі өрбіп жатады, әртүрлі жағдай орын алып жатады. Енді қарым-қатынаста проекциядан шыққанымызды қалай түсінеміз? Бірінші көрініс ол сен қасыңдағы адамды бір құтқарушы көрмейсің. То есть ол сен үшін бір спасатель емес, сенің өміріңді жақсарту үшін келген, болмаса сені бір қиын жағдайдан құтқару үшін келген. Немесе сен өзіңді де жертва көрмейсің. Ол сенің ішіңдегі бір қорқынышыңды сейілту үшін, бос орынды толтыру үшін емес. Ол адам болса да, болмаса да сен өзіңді толыққанды сезінесің. Бұл енді таңдау. Яғни бұл жерде ешқандай да ол болмаса, ойбай деген ондай сезім болмайды. Екінші, қорқыныштың азаюы. Проекциядан кейін, яғни проекциядан шыққаннан кейінгі орын алатын жағдай қарым-қатынаста қорқыныштың азаюы. Егер де бұрын проекция болған кезде бұл кетіп қалса не істеймін, бұл болмаса ше, жоғалтып алсам қалай өмір сүрем деген қорқынышпен өмір сүріп жүрген болсаң, проекциядан шыққаннан кейін сенде сол сұрақ туындауы мүмкін, бірақ ішіңде мынандай бір өзіңді өзің қолдау болады, өзіңді өзің қабылдау болады. Яғни, бұл адам менің өмірімде болмаса, маған қиын болады. Ол адам мен үшін өте маңызды, бірақ мен өзімді жоғалтпаймын, мен ары қарай өмір сүремін деген сияқты. Яғни, маған ауыр болуы мүмкін, маған қиын болуы мүмкін, егер мен бұл адамды жоғалтсам. Егер ол адам менің өмірімде жоқ болса. Бірақ дегенмен мен өзімді қайткен күнде жоғалтпаймын, ары қарай өмір сүремін, мен толыққанды бола аламын деген бір іште сенімділік болады. Үшінші, сен даже если сол адамның жанында жүрсең де өзіңді жоғалтпайсың. Яғни, оған ыңғайлы болу үшін, оның көзінде күшті болып көріну үшін, немесе оның одобрениесін алу үшін, махаббатына қол жеткізу үшін, қалай айтсам, керемет болып көріну сенің ойыңда болмайды. Сен қалай барсың? Шынайы, яғни шынайы өзің қандайсың, сол болмысыңды көрсете аласың, ойыңды ашық айта аласың, қалауыңды да айта аласың. Мысалға, кейбір қыздар бар, қалауларын айтуға ұялады, меркантильная болып көрінуге қорқады, меркантильная болып көрінбесем екен, мені дүние құмар екен деп ойлап қалмаса екен деген сияқты осындай бір өздерінің ішкі жаңа қалауларын екінші жаққа, то есть ысырып қояды да, айтуға қорқады, бірақ іште қалайды. Соқта сен өзіңнің қалауларыңды еркін айта аласың. Мен мына нәрсені қалаймын деген сияқты. Бер ала ма ол адам, бер алмай ма, бола ма, ол сенің өміріңде болмай ма, ол белгісіз ғой, бірақ дегенмен оны еркін айта алудың өзі бұл сенің толыққанды екеніңді білдіреді. Өзіңнің шекараң бар, ол адамның да шекарасын ұстанасың. Яғни қарым-қатынаста негізі это ты это я, мы вдвоем деген вот это вот постоянное желание сливаться, это очень опасно.
Ондай адам бірін белгілі бір уақыттан кейін жеп қойғысы келіп тұрады, жоқ қылғысы келіп тұрады. Шын мәнінде да психика вот будет атаковать на самом деле. Сондықтан да жеке шекара қарым-қатынаста өте маңызды. Менің өзімнің жеке кеңістігім бар. Яғни әйел адам мысалға тұрмыстық өмірде оны менің күйеуім деп, оның жеке бір заттарына рұқсатынсыз алып қолдана беру бұл дұрыс емес. Яғни мысалға портмоне, телефонын ашып қарау деген сияқты да, бұл оның жеке шекарасы. Оның рұқсатынсыз, оның қалауынсыз, оның жеке заттарын ашу, қарау, оның кеңістігіне өту, бұл жаңағы я это ты это я, все, что твое, это мое, все мое, это твое. Это вот нездоровое отношение. Әр адам өзінің бір индивидуальностін жоғалтқысы келмейді. Қанша біз бір-бірімізге ұқсаймыз десек те, ұқсайтын қырларымыз бар десек те, біздің ұқсамайтын да жақтарымыз болады бір-бірімізге, иә. Сондықтан қарым-қатынаста шекараны ұстану бұл маңызды. И проекциядан шыққан кезде сен сол шекараны анық көріп тұрасың, дальше которого лучше не переходить. Вот эта вот территория уже не моя, это меня не касается. И я к этому отношусь с уважением деген сияқты, да. Вот. Одан кейін жаныңдағы адамның өз қалауы барын ескересің, оны естейсің, ортақ бір шешімге келе аласыңдар. Қанша сендердің ойларың жаңағы бір жерден шыға бермесе де, я в основном өмірге деген, в целом өмірге деген көзқарас, в духовности как-то вот оно сходится. То есть, да, не во всем я согласна, не во всем мы с ним сходимся, но основные жизненные принципы, основные жизненные наши цели, взгляды, ценности, они сходятся. И келіспеушілік орын алған кезде біз бірін-бірімізді тыңдай аламыз және ортақ шешімге келе аламыз. Және ең соңғысы, проекциядан шыққаннан кейінгі немесе проекция жойылғаннан кейінгі болатын жағдай, бұл қасыңдағы адамды уже бір идеальный адам көрмейсің. Ойбай деген сияқты осылай көтермейсің ол адамды. Немесе тым жаңағы мынау жаман деген сияқты, жаман деген нәрсе жоқ қой негізі. Яғни бір отвращение, жиіркену, көңіл қалу емес. Я ол бір жай адам, өзінің бір жақсы қырлары бар, осындай да қылықтары бар, қырлары бар. Адам деп оны шынайы болмысын көресің, иә. Кейбір бәлкім қырлары оның ерекше болуы мүмкін. Болады ғой ондай. Адам кейбір істерде жақсы орындайды да, сол нәрсесі оны ерекшелендіріп тұрады деген сияқты. И сен соның барлығын көресің, қабылдайсың спокойно. И ол саған бір идеальный да емес, жаман да емес, бір қалыпты адам. Яғни проекция кеткен кезде құнсыздандыру болмайды. Яғни схема қалай? Әуел баста біз оны идеализировать етеміз, мінсіз етеміз, көтермелейміз. Қарым-қатынас орнағаннан кейін біз оны құнсыздандырамыз. Ой, мен сен мынандай деп ойласам, оказывается, сен мынандай екенсің ғой деген сияқты көңіл қалушылық орнайды. Одан кейін барып проекциямен өз-өзімізбен жұмыс жасаймыз. Проекция жойылғаннан кейін, проекциядан шыққаннан кейін шынайы адамның болмысын көресің. И вот сол жерде әр қарым-қатынаста әртүрлі жағдай орын алып жатады. Яғни біреулер бар қарым-қатынастарында шынайы махаббатқа қол жеткізіп жатады. Ал кейбір адамдар енді сұрақтың астында болады, қалай қайтып, не істейін деген сияқты. Бұл да енді қарым-қатынастың алға қарай өрбуіне себеп болатын жағдай. Видео осымен тамам, сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Видеоға лайк басып, өз ой пікірлеріңізді қалдырып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.